Ассалаумағалейкум баршаңызға қайырлы таң. Бүгін бізде 4 наурыз. Папаны жұмыстан күтіп алдық. Енді қазір машинаны жуып берейін деп жатыр. Сыртының бәрі қас болып жатыр. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін бізде влог болады. Мүмкін такси қызметіне шығып жатсақ, әрине такси қызметін түсіретін боламыз. Бірақ көбіне влог болады. Керемет. Үйдің қасындағы мойсам жабық тұр. Сол себептен Заречный деген жер бар бізде. Тағы да бір аудан ғой. Сол жаққа бара жатыр. Ол жақ күнде ашық тұрады 24 сағат. Сосын терминалдар Каспиймен де қабылдайды, наличный де қабылдайды. Сол жер жақсы. Жақында салынған мост көп болған жоқ салынғанына. Бірақ үсті быт-шыт болып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 4 сәуірден бастап машина көліктің салығын төлеу керек. Егерде мен соны түсіне алмадым, айдың соңына дейін төлеу керек пе, жылдың соңына дейін төлеу керек пе, соны түсіне алмадым. Өтемі ақы төлейтін адамдар көп екен, негізі төлемеген, осы кезге дейін ешқандай салық төлемеген, ешқандай айыппұл төлемеген. Біздің батыс жақта емес, көбіне мына Талдықорған қаласы жақта, Жетісу облысында дейді. Сол себептен рейд жүріп жатыр дейді, машиналар тоқтатып, алимент төлемей жатқан кісілер. Енді қазір шаруаларымыздан бара жатырмыз, машинаны жуып аламыз. Машинаны мынадай жағдайда. Өзіңіз ойларыңызды айтып кетсеңіздер осы салық туралы. Мына жерге қазір тіке жүргеннен кейін оң жағымызда болады. Міне іштер таза, іші машинаның. Сонда да сүртіп өтеміз. Цеплениені басамын мен. Сіздер де басасыздар цепление. Мынадай болады. Шаңғы тек үстінде. Көлікті жуып алдық. Слегка жуып алдық, қатты жуған жоқ бізден. Saat 8:30 болды. Так, мына жерден оң қарай бұрып кетейік. Екінші көлікті айдап шығып, такси қызметіне шығу керек енді. Мынаны тапсырып тастап, патшаға беріп тастап, бензин құю керек. Сархан кафесі дейді. Жолда жүргендер ақ жол, ал сапарда жүргендер баршаңызға жолдарыңыз болсын. Берсе қазір ана грантаны да бір жуып алу керек шығар, бір шайтып алу керек сияқты. Сосын жұмысты бастайтын. Қызымыз екеуміз мынаны тазалап жатырық. Мынаны не істемейтін еді, стеклоподъемник, соны істеп жатырық. Шайып сығалып қойды. Шайып сығалып қойды. Ке қызым, шашың дұрыстайын. Басқың дұрыстайын. Hoppa.
Әдемі. Қосып қойдың, таншы фар қосып қойдың ғой. Аккумулятор отырып болмасын. Сөндір. Фарды сөндір. Нұр салынбай жатыр. Біреу. Молодец, Таша. Молодец, Таша. Мынаны салып қой. Ой. Ресничка нелерін алып тастадық. Енді мынаны қарайық, мынаны. Мынау дұрыс болмай тұр ма? Қайсы дұрыс болмай тұр екен? Мынау ма? Мынаған келіп тұрған тоқ дұрыс емес бұл жер. Мынаның ішін ашу керек, қарау керек. Тоқтар бір-біріне тимей тұр. Бұл жердің бәрін ашып қарау керек. Бір тиіп, бір тимей тұр ғой. Папа! О, Я! молодец, Таша. Папа! О, жена. Папа! А? Кімнен ағыт ояқтаншы? Қай? Мына жақта. Стеклоподъемник істемей тұр. Себебі осыны ашып жатқан себебі. Осы жақта деп ойлап отырмын өзім. Өйткені минусқа тиеді кейде кәдімгідей. Сол кезде қыдық деп есіктер өздері жабылып, ашылып. Бар, Танша, ішке шай іш бар. Ата әже бәрі далада ғой, үйде ғой. Я жүрсің. Кет алмайым мен. Кетші. Не? Не болып отырсың да? Мына жақтар ма әлде? Қызыққа қосып көрейік. Менде мынау центральный замок істемейді. Бір жағы тек қатайтады. Бір жағы тек жабылатын болды. Мыналардың бәрін қолмен жауып жүрдім. Енді жаңа интернеттен қарасам мынау екен. Мынау деген нереально істеп тастаған ғой. Заводской көрінген ме? Отметкалар бар. Штикер алуының өзі проблема ғой. Мынау жерге қатайтып тастаған ғой, көрінсе егер. Мынау жерде екі бұлт тұр, былай жоғары қарай былай. Соған мынаны қатайтқан ғой. Обратно алып қатайтқан, короче. Мына бұлт мына жағынан тұрады да, и мына жағынан қатайтылады. Обычно жұрттар былай істейді ғой, мына жағынан қатайтады да, ағытатын болады. Мынау былай қарай қыстақ болған ғой орыстар. Міне, мына қараны көріп тұрсыздар ма? Міне, соған қатайтылады. Примерно бір жарты сағат уақытым кеткен шығар мынаған мен жобаның. Видеоның сілтемесін қалдыратын болам, жаңа неге, егерде грантада постоянно осындай проблема болса, стеклоподъемник істемейді. Сосын центральный замоктан только біреу жанады, сосын освещение плафон жанбайды. Сол осыдан кейін алдында менде бір істемей жүреді. Енді вообще мүлдем істемей қалды. Осыдан дейді, интернеттен қарап едім.
Енді мынаның сатып алып келіп обратно жинауды айтшы. Мына магазинде жоқ екен. Бұл магазинде тоқтар болмайды, негізі көп. Онда неге барамыз? Батыс Қазақстан жәрмеңкесіне. Сол жақтан қараймыз. Бұлар дәл жинаған жоқпын, сол күйінде тұр. Жәрмеңкеге келдік. Не жоқ қойды. Қай жақта арзан екен. Сап көрейік. Кірем жерлер. 5000 теңгеге сатып алдым. Дәл осындай новый түрі 13 мың теңге екен. Даже 14 мың. 13900 дедім, сондай тұрмын. 14 мың теңге. Мынау 5 мың теңгеге түсті. Мынау 90 ВАЗ 2190-дар ғой. Старый түрлер ғой, солардікі ғой. 99-ка, 15-ка ғой, солардікі емес. Көрейік енді. Қазір. Сигнализация былай ашылмайды екен. Көрейік. Егер де мынаны возврат болмайды деді. Егер де істемейтін болса, мынаны не істейміз дейді. Электрикпен акт составить етіп, возврат етуге болады дейді. Электрик өзімен де бұл жерде қазір. Қазір бұл сағат. Қалай түседі екен? Былай түседі. Қазір. Сағай сосын көреміз. Қызыққа көрейік. Қостым. Мәселе бұдан емес сияқты. Өткені басқалар жалмайды. Бұдан емес мәселе. Ладно, бұны көрсінші. Стеклоподъемник істемейді. Лучше жаңа неге апарғанын дұрысты. Электрикке апарғанын дұрысты лучше. Плафон істемейді. Плафонды істемейді. Мына жалып тұр. Қалған жалмайды. Демек өзімдікі де істеп тұр деген сөз. 5000 теңге мынаны бостан бос қалдым. Интернеттен қаралғанда бәле ол. Хайыр, енді істейміз мұны аппарат алынбайды. Сатып жібереміз. Шығарып. Бірақ көп өтпейді бұл нәрсе.